саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Дүйсенгалиева Жанаргүл Мажитқызы. Мен дәрігер-хирург боламын. 2007 және 2014 жылдар аралығында Ақтөбе қаласындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетін тәмамдадым. Қазіргі таңда еңбек жолымды 7-ші қалалық емханадан бастадым 2014 жылы. Қазіргі таңда осы емханада қызмет етіп келемін және Атырау облыстық ауруханасында сақ бөлімінде хирург дәрігер болып қызмет жасаймын. Еңбек өтілім 10 жыл. Менің емханадағы бір күндік жұмысым науқастарды қабылдаумен, манипуляциялар жасаумен және байлап таңумен өтеді. Күніне 30-ға жуық науқастар жазылса, соның 15-інде байлап таңу, 5-еуінде манипуляциялар және қалғандарында консультация өткіземін. 2020 жылы 7-ші қалалық емханада амбулатория хирургия орталығы ашылды. Бұл орталықтың ашудағы негізгі мақсаты халыққа стационарда көрсетілетін көмектің кейбір операция түрлерін емханада ауыстыру болып саналды және халыққа қолжетімді көмек беру. Бұл қазіргі таңда науқастардың уақыттарының болмауына байланысты, кезекте тұрмауына байланысты науқастар жекеменшік клиникаларға жүгінеді. Бұл біздің емханамызда мәмс жүйесі бойынша ақысыз қызмет атқарылатын, ақысыз операция жасалатынын білмейді. Сондықтан да мен жалпы халыққа айтарым, емханаға жүгінгендеріңіз жөн. Біздің амбулаторлық хирургия орталығымызда іріңдіктерді ашу әртүрлі, яғни халыққа түсінікті тілмен фурункул, панориций, абсцесс сияқты және тері-асты қабаттарының қатерсіз түзілістерін алу сияқты операциялар жасалады. Облыстық аурухананың сақ бөліміне келген оперативті емге жатуға келген науқастар өздерінің жергілікті емханаларынан жоспарлы анализдерін өтіп барып, жоспарлы түрде келеді. Науқастар, яғни жарақат алғаннан кейін, операциядан кейін жергілікті емханадағы хирург дәрігеріне қаралмай, өз бетінше ем жасайды. Интернет желісі арқылы қарап, емшіге қаралып, бізге асқындырып алғаннан кейін барып келеді. Ол жағдай бізге қиындық тудырады. Сондықтан пациенттерге айтарым, бұндай жағдайда, яғни операциядан шыққан кездер болсын, я болмаса жарақат алғаннан кейін өздерінің тұрғылықты жергілікті емханадағы дәрігерге барып жазылуларыңызды сұраймын. Әр адамның денсаулығы өз қолында, денсаулығымызды күтейік.